сіздер сияқты жай қимылдайтын ауыл әкімдерінің әсерінен халық оны сезбей қалмау керек. Біз кеше барлық аудандарда кездесулерде аудан әкіміне, осы жерге маслихаттың төрағасына біз талап қойып жатырмыз. Барлық ауылдармен кездесіңіздер. Ауылды округтерде осындай жиындар өткізіңіздер, талқылаңыздар. Ауыл әкімінің жұмысын қараңыздар. Жете қарау керек оны. Ал енді жұмыс жоқ болса, ауылда өзгеріс жоқ болса, онда халыққа соны түсіндіріп айту керек. Орада басқа шешім қабылдау керек. Ал енді ағайындар өзіміздің бір туысымызды сайлап алып, сол жаңағы тойымызды ашып берсе болды, жаңағы асымызды ашып берсе болды деп отырса, онда қалады, онда дамымай. Басқа ауылдар сияқты. Ондайды тоқтату керек. Қолынан келетін, іс келетін адамдарды сайлау керек. Өкінішке орай. Әсіресе осы ауданда көп сондай. Көрдік оны кеше біз. Ол 1000 жерден ағайындар сайлағанмен, ол іскер болмаса, білімді болмаса, аудан әкім қолдамаса, қайдан алады қаражаттерді? Оны халыққа түсіндіріп айту керек. Осы жерде елдің үлкендері. Тағы да айтамын, маслихаттың хатшысы, ардагерлер кеңесі бар, қоғамдық кеңес бар, отыра беріңіз арасыз. Сол осы кісілердің барлығы елге айту керек. Өмеке үлкенсіздер, айтуларыңыз керек сіздер. Серғожа ағаларымыз бар, қайда өткір жоқ па? Елді айту керек, қолынан іс келетін адамдарды түсіну керек. Ауыл әкіміне, соларды сайлау керек. Әркім өз ағайын сайлап алып, жаңа тек тойды ашқызып отырса, одан не жұмыс болады онда? Қандай жұмыс болады онда?